Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен қарын бүрме дайындайтын боламыз. Өте сочный болып шығатын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Қарынымыздың иісін кетіріп алу үшін ыдысымызға су құйып, 5-6 ас қасықта тұз салып, жақсылап 3-4 рет жуып аламыз. Енді турап дайындап қойған етімізді ыдысымызға салып, қызанағымызды, картошка, сәбіз, пияз, чеснок, сарымсағымызды, лавролис жапырағын салсақ та күшті болады, иісі әдемі әрі дәм береді. Енді майымызды құйып аламыз, 4 ас қасықта. Өзіміздің қалауымызға байланысты дәмдеуіштерді қосамыз. Қара бұрыш, паприка, тұз. Егер еттеріңіз тұз алған болса, тұзды аздау қосыңыздар, тұзды болып кетпесін. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Енді қарнымыздың ішіне салып шығамыз. Қолымызбен жая отырып, осылай видеодағыдай етіп салып аламыз бәрін. Бәрін салып болғаннан кейін екінші ұшыны байлаймыз, немесе тіксек те болады жіппен. Қолымызбен жақсылап жайып аламыз осылай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі сочный болып шығады. Иісі деген өте керемет болады. Мен дайындап көруге кеңес беремін. Енді екі ұшында байлап аламыз осылай. Ауасын шығарып, артық жерін алып тастаймыз. Байлап болғаннан кейін қазанымызға су құйып, астын жағамыз. Қарнымызды салып, қайнағаннан кейін көбіктерін алып тастайтын боламыз. Осылай көбіктерін алып тастаймыз. Кем дегенде 4 сағат қайнау керек. Сонда дәмді болып піседі. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, сочный. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін көріп мені қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.